Құрметті көрермендер, біздің каналымыздың 90%-ын каналымызға тіркелмеген оқырмандар мен көрермендер қарайды екен. Сіздерден өтініш, біздің каналымызға тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер. Бүгінгі біздің видеомызда бауыр аурулары туралы алдын ала ескертетін 5 белгіні атап өтеміз. Бауырдың негізгі міндеті қанды зиянды заттардан босата отырып, жақсылап сүзгіден өткізу. Бауыр минутына 1500 мл қанды сүзгіден өткізе отырып, өмір бойы қызмет атқарады. Ағзаның 75% зақымданған кезде де адам өзін қалыпты сезінеді. Бауыр іс жүзінде толығымен зақымдалып, жұмысын тоқтатқан кездің өзінде бауырдың белгілі бір бөлігін немесе бүтіндей донорлық бауырмен ауыстырып, орналастыру арқылы адамды аман алып қалуға болады. Егер жіті бауыр жетіспеушілігі болса, онда ол адамның 2 немесе 3 күн өмірі қалады. Бауырдың ауыратынын көрсететін белгілерді қарастырсақ, бірінші белгі бұл шаршау. Әрине, жалпы алғанда әр адам жұмыста әртүрлі жұмыстарды атқара отырып шаршайды. Шаршау бұл қалыпты жағдай. Алайда мұндай жағдай бауыр ауруының айқын белгілерінің бірі болып табылады. Егер өзге ауруларды, инфекцияларды ескермесек, онда үнемі шаршай беруді біздің ағзамыздың сүзгісінің ауыратынын білдіретін белгі ретінде назар аударуымыз керек. Науқас күн тәртібін сақтай отырып, уақытысында ұйықтаса да, немесе 6-9 сағат ұйықтаса да, күнделікті ұйқысы қанбай жүреді. Адам шаршап, әлсізденіп, өзін мүлдем күші жоқ сияқты сезінеді. Науқастың мұндай көңіл күйі бүкіл ағзаның жалпы уланғанынан болады. Бауыр ағзаға келіп түскен барлық уыттарды өңдей алмайды. Бауыр ауруын айғақтайтын барлық белгілер бұл ғана емес. Екінші белгіге келсек, бүйрек жақтың ауруы. Науқас оң жақ қабырғасы тұсында ауырсынуды сезінуі мүмкін. Бұл белгі бауырдың ауыратынын білдіреді. Кішірек болып келетін сол жақ бөлігі орналасқан жері көбінесе жиі ауырады, ал ісіну көбірек болады. Ауырсыну белгілері төс шеміршек астында, оң жақ орналасқан қабырғалардың шетінде, іштің орта тұсында пайда болады. Науқасты қандай ауырсынулар мазалайды? Бауыр ісінген кезде сыздап ауыра бастайды. Адам ыңғайсыз күйде жатса, немесе кілт қозғалған болса, ауырсыну белгілері одан сайын өршіп, жайсыздық тудырады. Үшінші белгі бүйір жақтағы немесе іш айналасындағы ауырсынулар. Науқас бүйір жақта немесе іш айналасында ауырсыну белгілерін сезінуі мүмкін. Науқаста мұндай белгілер цирроз кезінде немесе ағза созылмалы қабынған кезде, адамдарда өскін пайда болғанда немесе гепатитпен ауырған кезде болады. Төртінші белгі терідегі өзгерістердің орын алуы. Бауыр қанды уытсыздандыруға шамасы келмеген кезде, без қызметінің бұзылғаны адамның терісі мен бетінде біліне бастайды. Бауыр ағзаны уландыратын уыттардан, бос радикалдардан, заттардан қанды тазартып үлгермегендіктен осындай жағдай орын алады. Бұл заттарды шығару қызметі теріге ауысады, және онда бауыр ауыратынын білдіретін белгілер пайда болады. Бірінші, денеде және бетте қан тамырларынан жұлдызшалар пайда болады. Олар көп және қызыл түсті қылтамырлардан бұтақшалар болуы, бұл бауыр зиянды заттарды нашар шығарып жатқан айқын белгілері. Екінші, қолтықта немесе алақанда пигментті дақтар пайда болуы мүмкін. Олардың түсі көбінесе сұр күлгін немесе қола түсті болады. Үшінші, тері солғын тартады. Бұл цирроз немесе қандай да бір сары ауру кезіндегі жиі кездесетін белгілер. Тері балауыз сияқты көрініп, сарғыштанады және жансыз сияқты көрінеді. Қылтамырлар әлсіз және қан нашар ұйыйтын болса, жеңіл желпі жарақат алған кезде
көгерген жерлер көп болады. Кейде теріні саусақпен жаншыған кездің өзінде басқан жер көгеріп қалады. Адамда оттың ағып шығуы кезінде мәселелер болса, қабағында майлы түйіншектер пайда болады. Соңғы кезең сары ауру. Созылмалы кезеңге өткен сары ауру кезінде немесе цирроз кезінде алақан қызарады. Бұның себебі қылтамыр кеңейеді, ал ондағы қан үйиді. Жаншыған кезде тері солғын тартады, ал содан соң бастапқы күйіне қайтып келеді. Егер тері қышитын болса, бұл оның қалың қабатына от қышқылдары түсіп кеткенін білдіреді және тітіркендіреді. Мұндай жағдайда қол, аяқ, бөксе, іш қышып, ұзақ уақыт созылып жайсыздық тудырады. Сізде бауыр ауруы бар деп ойласаңыз, мүмкіндігінше тезірек дәрігермен кеңесу керек. Көптеген жағдайларда ерте емделу бұл денсаулықты қалпына келтіру болып табылады.